Баршаңызға қайырлы күн, дәмді тағам каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында жасалынатын осындай керемет тандыр нанды жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге тек қана керегі ұн, тұз және дрож. Енді менде қазір 1 килограмм ұн, оны мен електен өткізіп осылай дайындап қойдым. Міндетті түрде електен өткізіңіздер ұныңызды. Үстіне 1 қасық тұзбен 1 қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Бұл үй жағдайында жасалғандықтан өзіңізге өте қатты ұнайтын болады. Осындай бізде қамыр пайда болады. Соны қайта-қайта үстінен жылы сумен бастырып, иін қандырып алыңыздар. Осылай дайын болған қамырымызды 1 сағатқа жауып, жылы жерге қоясыздар. Көтерілген нанымызды қайта-қайта бастырып, тағы да 15-20 минутқа жылы жерге қойып қойсаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды енді пісіруге дайындаймыз. Ол үшін біздер нан жаятын тақтайымызды жай ғана жылы сумен жағып аламыз да, үстіне нанымызды теңдей етіп бөлеміз. Менде көз мөлшерімен бөлдім. 6 қамыр шықты. Енді мен 5 минутқа қойып қоямын осылай. Тағы да жайлап әдемі болып көтеріледі. Ол аралықта біздер табамызға себетін тұзды суымызды дайындап аламыз. Ол үшін 1 қасық тұзға жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, тұзын ерігенше араластырамыз. Бізде осындай қамырдан, осындай өте керемет, көріп тұрғаныңыздай үй жағдайында жасалуы оңай, осындай тандыр нан шығатын болады. Өзбектің нанынан ешқандай кемшілігі жоқ. Ол үшін біздер табамызға жаңағы тұзды суымызды сеуіп, әр нанымызды осылай бір-бірлеп пісіріп аламыз. Осындай етіп жайып, 3-4 минуттан артық ұстамаңыздар. Орташа отта осылай өзі жайлап асты пісетін болады. Оған дейін біздер жаңағы піскен ыстық нанымызға сары майымызды жағамыз. Сары май болмаса, кез келген қолыңызда бар майды жақсаңыз болады. Ол енді біріншіден жылтырап өте әдемі болады наныңыз. Екіншіден ыстық күйінде май жағып қойсаңыз, ол өзімен сіңіп, сондай жүп-жұмсақ дәмді болып тұратын болады. Енді осы табаны піскен нанымызды келесі қалыпқа төңкеретін боламыз. Ол қалыптың астындағы от кішкене мол болу керек. Ең көп отқа қойып қойыңыздар. Бұл енді 8-10 минутта піседі. Әр нанымызды біздер осылай пісіріп аламыз. Көріп тұрғаныңыздай сондай дәмді, жұмсақ, керемет тандыр нан пайда болды. Үй жағдайында жасау өте оңай. Қолыңыздағы бар ингредиенттен жасайсыздар. Жұмсақ, осылай керемет. Бізде өзбектің нанынан ешқандай да кемшілігі жоқ. Осындай тандыр нан шықты. Қараңыздаршы. Осындай керемет нан шықты. Егер де менің жасаған тандыр наным ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.